Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі тақырыбымыз тәрбиеден өзін-өзі тәрбиелеуге. Сабағымыздың мақсаты дұрыс әрекет құндылығының мәнін ашу арқылы білім алушыларды өзін-өзі тәрбиелеуге баулу. Міндеттері: білім алушыларды қоғамға риясыз қызмет жасауға баулу. Білім алушылардың бойындағы жауапкершілік қасиеттерін дамыту. Білім алушыларды жауапкершілікке тәрбиелеу. Сабағымыздың дәйек сөзі: өзіне сен, өзіңді алып шығар, еңбегі мен ақылын екі жақтап. Абай. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіздер, студенттер? Өзін-өзі тәрбиелеу адамның өз тұлғасын қалыптастыруға, өмірдегі өз орнын өзі белгілеуіне, өзін-өзі дамытуға, өз қабілеттерін өзі іске асыруға бағытталған мақсатты, саналы, жүйелі түрде өздігінен жүргізетін іс-әрекеті. Әр адамның бір-біріне ұқсамайтын ерекшеліктері бар. Бірақ сол ерекшелікті көрсету көп адамда қиындықтар туғызады. Бірақ адам шебер педагог немесе әртіс болып та бірден туылмайды ғой. Сол секілді сыртқы мүмкіндіктердің осы тұста маңызы зор. Тұлғалық қасиеттер адамның қалауынсыз және еңбегінсіз қалыптаса алмайды. Өзін-өзі тәрбиелеу арқылы ең жақсы қасиеттер дамиды. Өзін-өзі тәрбиелеу бойынша Ушинский жас кезінде мынадай жоспар құрған. Бірінші, байсалдылық, кем дегенде сыртқы байсалдығы. Сөз бен іс-әрекеттегі турашылдық, іс-әрекеттің саналылығы, шешімді тез қабылдаушылық. Егер қажет болмаса, өзі туралы бір сөзде айтпау. Уақытты саналы өткізу. Әр күні кеште өз іс-әрекеттеріне есеп беру. Ешқашан болған нәрсеге немесе болатын нәрсеге мақтанбау. Студенттер, бүгінгі сабағымыздың мәтіні жүрегім соғып тұрғанда. Әр адамның өз ойы, көзқарасы, өз пікірі болуға тиіс. Әркімнің өз жолы бар, әркімнің өз ұшар көгі бар. Қарға көтерілген көк қандай, қыран көтерілер көк қандай. Бірақ қарғаның аты қарға, қыран көтерілген көкке көтерілемін деп ойлап та жатпайды ол. Егер сен бүгінгі деңгейіне қанағат тұтсаң, қарға қаралас болғаның. Ал қыран болу қолдан келмейді деп қой десең, нағыз барып тұрған талапсыздық. Абай атаны айтыпты, керек іс бозбалаға талаптылық, әртүрлі өнер мінез жақсы қылық. Халық сөзі: талапты ерге нұр жауар. Екінің бірі айтатын сөз: талабың қайырлы болсын, талабына жет. Жалпы, есінде болсын. Жамансыз жақсы жоқ, майдасыз ірі жоқ. Теңіздің өзі де тамшыдан құралады. Сосын, сөз бердім бе, орында. Орындай алмайтыным бар, сөз берме. Орнықты бір сөзді болуға осы бастан әдеттену керек. Бұл да талаптылыққа жатады. Талапсыз ештеңе өнбек емес. Тындырымды жігіт қана тал қопара алады. Абай атам: болмасаң да ұқсап бақ, бір ғылымды көрсеңіз. Дегенде қалайда ғалым бол дегенде айтып отырған жоқ. Генерал болмаймын деген солдат емес. Жақсы болуға, от боп лаулап жануға талпынбасаң, өмірде қандай мән болмақ. Алға. Тек қана алға. Тек солай. Алайда өмір жолын теп-тегіс жол деп және түсінуге болмайды. Қуанышын да, уайым, қайғын да осы жолда. Тастақ жолда табан тілдіруін де мүмкін. Тек қиындыққа мойымағандар ғана көк жасыл жазираға шыға алар. Абай атан айтыпты, жамандықты кім көрмейді, үмітін үзбек қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседен баян жоқ екені рас. Жамандық та қайдан баяндап қалар дейсің. Қарақалын қатты қыстың артынан көгі қалың, көлі мол, жақсы жаз келмеуші ме еді. Қарағым, баласының ат арқасына мінер алдында әкесінің айтып жатқан жол болсыны деп білгейсің оларында. Мәтіндегі әркімнің өз жолы бар, әркімнің өз ұшар көгі бар деген ойды қалай түсіндіңіздер? Әр адамның өз ойы, көзқарасы, өз пікірі болмаса не болар еді деп ойлайсыңдар?
Абайдың керек іс бозбалаға талаптылық деген ойын қалай түсінесіздер? Талаптану өз ойы, сөзі, ісіне жауапкершілікпен, сын көзімен қарау адамды қандай игіліктерге жеткізеді? Студенттер, осы сұрақтарға ойланып, жауаптарыңызды дәптерге жазыңыздар. Оқыту және тәрбиелеу мәселелерімен шұғылданған әлемге әйгілі ғұламалар, егер кез келген адам өзін-өзі тәрбиелеу дәрежесіне жеткен күнде, оны тәрбиелеудің қажеті жоқ, өйткені оны тәрбиелеу аяқталды деген пікірді дәріптеген. Өйткені оның тәрбиесімен басқа біреулердің шұғылдануының қажеті жоқ, ол енді өзін-өзі тәрбиелей алады деген сөз. Студенттер, үйге берілетін тапсырма. Мен кіммін? Менің іс-әрекетімдегі немесе мінез-құлқымдағы жетілдіруді қажет ететіндер тақырыбына төмендегі қадамдарды басшылыққа алып, өзіңізді зерттеңіз. Дәптерге бір күндік, бір апталық, бір айлық жоспарын жасап орындаңыз. Не істеу керек? Бұған қалайша жетуге болады? Іске асырудың жолдары мен құралдарын анықтаңыз. Жүзеге асырыңыз. Барлығы дұрыс орындалды ма? Келесі жолы нені дәлірек істеген жөн? Болашақ маман оқу орнында оқудың алғашқы күнінен бастап кәсіби бағытталуды қалыптастыру үшін өз-өзімен жұмыс жасап, өзін оқыту тәрбиелеу үрдісімен айналысуға жан-жақты әзірлену керек. Студент оқу барысында ғылымды меңгеріп, оның ұғымдық аппаратын білгені жөн. Тек белгілі бір пән бойынша білім алып қана қоймай, сол пәннің тәрбиелік мәнінде ұғынуы тиіс. Студенттер, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше.